Қойдың етпей басқа майда шүйде приздер болмай ма? А что обязательно қой ма? Қазір ше, ана часовой пояс деген бәле болды ше, неге ше? Дұрыс емес деп ойлаймын соны ше. О, кетті. Иә, кетті. Болды. Вот шын айтамын деймін, без приколов айтып тұрмын. Үйден кәдімгідей мынандай стаканчыққа құйып алып келгенмін. Бәріне мен жанды, өнім асым қарлы, сәл отбасымның қамы, қайтам, айтам. Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Малдың жалпы неше түрлі ауруы болады. Қой болсын, ірі қара болсын, жылқы болсын, басқа да жануарлар болсын. Сол аурулардың алдын алу үшін міндетті түрде малға вакцина салу керек. Құрметті отбасылар, инфлюенсерлер, бүгін мен сіздерге малдың ауруын қалай алдын алуын көрсетемін. Екпе арқылы. Ол үшін біз 2 түрлі құрылғы қолданамыз. Бірінші түрі ол инъекционный түр, бұлшық етке салынады. Осы пистолеттің ішіне алдын ала мен дәрі салып қойдым. Осы пистолет арқылы неше түрлі вакцина салуға болады. Оның ішінде малдың іш құртын түсіруге болатын дәрілерді қолдануға болады. Ал екінші түрі ол пероральный дейді. Ауыз арқылы. Иә, ол да неше түрлі вакцина құрт түсіру үшін арналған пистолет алдына салып дәрі қолданамыз. Маған кім көмектеседі? Кім бастайды? Алда жолмен көмектесем бе, ошол қыздар? Давай, давай. Дәке екінші рет келді. Көмектесейін. Ты, Дәке, такой молодец. Қолыңызға ұстаңыз. Сенде айып жоқ? Мына жерде мына пистолеттің дозировкасы бар, қараңыз. 30 миллион. Әр дәрінің өзінің описаниясында дозировкасы бар, сол дозировканы бірақ қойып аласыз. Қазір 30-да тұр. Кішірейтеміз. Сколько хочешь? 10 миллилитр. 10? Иә. Все, 10 миллилитр. Енді аузын ашамыз. Бауыржан, қан аузын аш. А, деш? А. Қан а, де? А. Ой, ана мен кіші. Жанынан. А, жанынан ба? Иә. Кәс. О. Вот. Басайын ба? Иә, басыңыз. Пока шыққанша. О, ана кетті. Иә, кетті. А, болды. Жетеді. Жете ма? Иә, болды. Аузына кетті. Жібер! Деп түсіндірсің қойдым. Болды. Иә, жаңа ғана біз екеуміз дөңгелек құртқа қарсы дәрі қолдандық, ал мынау ленточный құртқа қарсы. Дөңгелек құрт уже сразу шығып кетті. Иә. Ал енді қай жерге салу керек? Артқы санына салу керек. Артқы санына екен? Жоқ, мен салмаймын ғой. Артқы санына мына терісі жұқа. Осы терісінің астына салуға болады. Мысалы, басқа дәрінің түрлерін бұлшық етке салған кезде де осы жерге бұлшық етіне салуға болады. Артқы сан етіне салуға болады, терісіне. Әр ауданда тізім бар, ол тізімнің ішінде қандай аурулар ауданда бар екені көрсетілген, сондықтан сіздер осы жергілікті ветстанцияға барып білуіңізге болады. Қандай вакцина алып, қандай вакцина егу керек? Қай ауруға? Құртқа қарсы вакцина емес, құртқа қарсы біз дәрі қолданамыз. Мысалы, евермек деген дәрі бар, және альбендазол деген дәрі бар. Альбендазол аузына құйылады, ал евермек деген терісінің астына немесе бұлшық етке. Ол обязательно. Иә, ол обязательно жылына 2 рет қолданасыздар. Бірінші рет қыста қораға қоятын алдында, және екінші рет көктемде жайылым құрған кезде. Сонда малдың күйі жақсы болады, және оның денсаулығы да мықты болады. Түсінікті. Ал сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Қойға да, сиырға да бірдей осындай егіледі ме? Әлде олардың мөлшерлері ғана? Жоқ, әр малдың өз аурулары бар, өзінің дәрісі бар. Жылқы, сиыр, қой. Сіз айтқан ленточный, круглый дегендер ол тек қойда болады? Жоқ, ленточный, круглый бәрінде болады, бірақ ленточныйлар әсіресе сиырда, ірі қарада
пайда болады. Ал дөңгелек құрттар малдың бәр түрінде болады. Мен тағы да пистолет туралы айтып өтпекпін сіздерге. Вакцинаны шприцпен салуға болады, және осындай пистолетпен. Шприцпен салсаңыз, ол өте ыңғайсыз нәрсе. Себебі инесі майысып кетеді, кейбір кезде сынып, денесінде қалып кетеді. Сондықтан осындай пистолет сатып алсаңыздар, өте ыңғайлы болады. Оның бағасы қатты қымбат емес, 10 және 20 мың теңгенің арасында тұрады нарықта. Құрметті көрермендер, өздеріңіздің малдарыңызды аман есен сақтап қалу үшін вакцина салыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгін бізде ерекше сайыс, табиғат аясында біз бүгін бургер жасап жарысамыз, яғни бұл отбасылық жарыс. Сондықтан әр блогердің қасында біздің отбасыларымыздың нәзік жанды кісілері көмектеседі. Барынша бүгін сіздер бірінші орын алуға тырысады деген үміттеміз. Және бүгінгі сайыста бізге көмектесетін шеф-повар арнайы сіздерге барлық инструкцияны қалай жасау керек, не істеу керек көмектесетін Нұржан мырза. Нұржан мырза, қош келдіңіз. Молодцы. Жалпы сіз қанша жыл болды осылай бургер жасап, шеф-повар болып жүргеніңізге? 18 жыл болды. 18 жыл? Өзіңіз жасыңыз нешеде? 38. Өмірінің жартысын бургер жалпы шеф-поварлыққа арнау деген ол тамаша. Яғни сіздің профессионалдығыңызға ешқандай күмән жоқ. Енді бүгін бізде бургер жасаймыз, Иә. Бургерді қалай жасау керек, не істеу керек, бір-екі инструкциясын айтып жіберсеңіз, біздің қатысушылар білетіндей. Так, енді булочканы қыздырамыз, екі жағынан қамыз. Сосын келесі котлетті қуырамыз. Котлетті қуырамыз. Мраморный говядина. Соны қуырамыз. Әр жағынан 1 минуттан примерно плюс-минус тұздаймыз. Сосын дайын болған соң үстіне сыр саламыз. И уже бургерді жинаймыз. Әрі қарай ингредиенттерін қосамыз, салат деген сияқты. Лист салата, огурец, соус жағамыз. Сол. Тамаша. Құрметті біздің қатысушылар, естеріңізге сала кетейік. Бұл сайыстың жеңімпазын Нұржан мырза өз анықтайды. Әр бургерді тістеп көреді. Сондықтан түріне ғана емес, бастысы дәміне көңіл бөлсеңіздер. Бізге етті Казбиев берді. Міне алдарыңызда барлығыңызда ет тұр. Осыны қазір мына жерге жарит етіп, oil down бірдеңе дейтіндер бар ғой, солай. Барынша шикі болып қалмасын айтпақшы. Сосын алдарыңызда сіздердің осындай әдемі инструкциялар бар, қорап тұр. Ішінде барлығы бар. Міне бәрін шығарып алыпты разиялар. Бүйтіп майлайтын деген сияқты. Ендеше бастай беруге болатын сияқты, дайын болсаңыздар, құрметті отбасылар. Сұрақтарыңыз болса, бірден қойып қойсаңыздар болады. Сұрақтар? Бір определенный нелері бар ма? Қалай қою керек? Определенный правилалар. Определенный правила жоқ екен. Сондықтан өз фантазияларыңызға байланысты бастысы дәмді болса болды, Главное, вкусно болса болды. А сол келесі сайыстарға, например, қойды нетпей-ақ басқа майда-шүйде приздар болмай ма? А что обязательно қой ма? Артасып, бертасып бір қой. Бір тау платочек болса да, например. Зачем қой біресе ары, біресе бертасып? Ендеше сіздерге арнайы уақыт берілмейді, сондықтан асықпай жасасаңыздар болады. Күйдіріп алмаңыздар, бастысы құлатып алмаңыздар деген сияқты. Ендеше сәттілік, біздің сайысымыз басталды. Наксілер бірден етті, оқты. Саусағыма гүрс еткізсең бірге қан ағып. Бізде сабиркиндер уже... Осы жерге қойып ұстама? Тамаша. Міне, бізге разиялар да келді. Мен ана жер дайындап беремін. Бізге біздіңше котлета, мына жақта бірінші булочка істеп жатыр. Әркім өзінің подходы бар. Мен қалай жарып беремін сізді? Сен уже бастап кеттің ба? Айтпайсың. Смело отырмын. Қайта айтыр, дәке біледі екен. Етін қуырдық қой, котлетін. Соның үстіне нанды қояйық. Дәмі күшті болады, ненің майына деп. Бұрын жұмыс істеген екен ғой. Басында өтірік айтып жүрдім мен шеф-поварларға, жалпы қатарда жүрген адамдар бәріне Баханди деген бургерді жарты жыл істегенмін деген қош деп кетті. Ал мен бургер заказ бергенде стеклодан қарап тұрасың ғой. Бәрін білемін, қайсысын қалай істейді, неден кейін не, бәрін біліп тұрмын. Міне, сіздерге Сабиркин көмектесіп жатыр. Құрметті біздің көрермендер, бір-бірімен бет тырнасатын емес, осылай бір-біріне көмектесетін жарыс.
Отқа май құю деген осы ма? Ей, болды. Май бересіз ба? Тамаша. Екі фаршты да қолданайық па? Екі котлет. Екі котлет екен, давайте двойной. О, двойной комбо. Майды береді ба? Тамаша, Дәке өзінің бұрында бургерныйда жұмыс істегенін көрсетіп, әдемі жасап жатыр. Баста деген соустарды бір ана қарасаңдар соустарды араластырып алдық. Соленый огурчикті кішкентай салып қойдық. Тоз, бұрыш, фук араластырып жібердік. Бізге жағатын бересіз ба май? Май жағатын? На. Штандай, өте аппетитный иістер шығып жатыр. Біздер бұл сайысқа кәдімгідей үйде соус дайындадық. Марта ханым екеуміз, давайте ұтпайық мына сайыстан, алдыңғы сайыстардан ұтылып қалдық, сиыр саудан ұтылып қалдық. Мен бірінші орын алу керек деп Марта екеуміз так, не істесе болады деп ойланып, соус дайындадық. Шатастырып жедіңіз ғой, не қосқанын ұмытып қалдым. Чесночный қылып жасадық қой. Аны істеп қойсақ болады негізі. Бір шетте. Былай, жалпы дұрыс келе жатыр ма басында? Бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс жасадық. Аспай котлетті жерге төгіп алмаңыздар. Сізге сұрақ, ең сүйікті тамағыңыз өзіңіз жейтін және өзіңіз дайындайтын. Мен осы тамақты ең күшті жасаймын дейтін. Стейк. Стейк, казбиф. Стейк жеңген кетті күшті. Сайбекендер дайындап келді үйінен соусты. Үйінен бір нәрселер жасап келіпті. Олар біліп тұр ғой, бургер болады, мен білмегенмін ғой. Неге маған айтпайсыңдар сол информацияны? Үйінен дегенде кәдімгідей қалқаманнан, үйінен, Алматыдан алып келген соусты. Я тебе клянусь деймін. Үйден дайындап келдік деп. Түнде Алмас екеуміз отырып дайындадық соусты. Вот шын айтамын деймін, без приколов айтып тұрмын. Үйден кәдімгідей мынандай стаканчыққа құйып алып келген. Чеснок деп бөлген, басқан, соны жасап алып келген. Реально сөйтіп алып келген олар. Жоқ, Марта ханым үйінде. Бір күн бұрын білген жоқ, сол күні айтты ғой, бургер сайысы болады. Қалаған ингредиенттеріңізді үйден дополнительно алып келсеңіздер болады деп. Иісі жақсы шығып жатыр. Мән беріңіз, каждыйына қалай дұрыс істеп жатыр деген сияқты. Бізде соус қосып жатыр, мысалы үшін жалап. Бұрыш жақ, тұз бұрыштар бар ма? Бізде Разия уже мына жақта басқаша дайындап бірдеңе соус істеп жатыр. Екеуін қосып соус істегісі келіп жатыр. Баяғыда нанға қосып істейтін ек. Құрметті басы бос қыздар, Дәкеге мән беріңіздер. Қалай тамақты күшті жасап жатыр? Егер сіз тамақ жасай алмаймын десеңіздер, онда Дәкеге тұрмысқа шықсаңыздар болады. Күштілеп тұрып бургер жасайды. Айырып жатыр Дәке. Құрметті отбасылар, естеріңізді сала кетейік, уақыт бізде шектеулі емес, сондықтан асықпай жасаңыздар. Дәке, у вас да масло? Масло? Ойбай. Можно? Чуть-чуть қосып жүру керек сияқты. Мен ғашықпын, мен жеңгеп тұр. Маған Дәкенің бургері ұнап жатыр. Дәке? Да, рахмет, родной. Жоқ, біз соус дайындамадық. Кесасатки соус алып келдік, болды. Неге мен ойламадым, Разия бургер жасайсың деп. Мынандай алып кел, андай алып кел. Мен әлі жеңбей, сиыр салдым. Уж бір рет жеңіп, звезданың тағдырындарды түсінбеймше. Неге етіп? Болашағын ойламайды деп. Сіздерге ұнап жатыр ма жалпы процесс? Иә. Тәтті болатын сияқты болып отыр ма? Разия, тәтті бола ма? Болады, конечно. Мына жақ ысып тұрған сияқты. Аудар жөнсіз, нан аудар. Нұржан мырза, қалай ойлайсыз? Еттер пісті ма? Әлі піспеді. Әлі піспеді дейді. Әлі медиум. Әлі медиум болып тұр. Казбифтің еті шынымен де андай сочный, өте андай болады ғой. Качественный еттер болады ғой. Өте сондай күшті прям. Ұнады маған казбифтің еті. Құрметті отбасылар, біздің Нұржан мырза айтты, еттер әлі медиум болып тұр дейді. Иә. Аңсаған салфетка бересіңдер ма? Бізде жоқ бізде. Мына жақ бізде қатыстық емес сияқты. Но потом вообще не етіп жатқан жоқ, күйіп жатқан жоқ. Ортасында жақсы. Бізде қоятын ештеңе жоқ, бургерді. Негізше қызбап толу керек болған ғой негізше. Жоқ, қазір ертерек қой, ерте болып қалады вообще. Әлі піскен жоқ сияқты деп қоямын, өзім ойым енді. Жұмыртқамен істедік, жұмыртқа бүйтіп ағып бартқан жеріне таяқ қойып қойған ғой.
ровно болып шыққан ғой, анау вообще идеально болды сол ше. О, енді котлеттің иісі шыға бастаған сияқты. Енді well done болып жатыр. Medium сосын қалай бөлішеді? Medium well и well done. Қазір medium well-ға кетіп жатырмыз. Well done қазақша құрдар. Well done деген беріш бізге сол дайын пісіріп деген сөз ғой, иә? Тамаша. Құрметті көрермендер, егер сіздер мына жерде болсаңыздар, иісіне шыдамай бір котлет жеп жіберетін едіңіздер. Мен жеп қойын десем басым жарады қазір. Сондықтан шыдап тұрмын. Казбифтің етін мощный екен. Мен андай сатады деп білмеппін. Олар, мысалы біз тоже балалармен тауға шығып тұрамыз. Бір казбифтікі бар екен білмеппіз да, біз анау неден автобус жақтан жерден алатынбыз. Енді казбиф жейміз. Казбиф. Қонар плюстың ресми бас демекшісі. Разия, қалай? Сен соус жасап отырсың, иә? Иә. Ар жақта біздің мамамыз етін пісіріп жатыр. Сөйтіп екі жақтап әдемі жатсың бәрі негізі. Бұл соус. О, бірден дәмін көресің, иә? Иә. Қой тұрған жоқ. В общем, біз кисло-сладкий соус қосамыз деп шештік. Маған ладно, қой жалды. Кішкене бір тәтті дәм берсе, дәмді шығатын сияқты деп ойладым өзім. Я жарысқа келгенде дос жоқ, туыс жоқ, бауыр жоқ, ақша. Бізде Дәкеннің отбасы жұмыртқа қосып бірдеңелер істеп жатыр. Енді вау болып жатыр ан жақта. Не болса жатқан білмеймін, бірақ әйтеуір жейтіндей болса болды. Вкусына гарантия беремін бірақ мынаны. Бір тістеп. Сабиркин идеяны ұрлап, өзі де жұмыртқа істегісі келіп тұр. Почему ұрлап? Үйден дайындап келген. Тамаша. Үйден пісіріп келген жұмыртқасы бар. Қазір кішкене дайын болып қалғанда стула бар, иә? Дайын болып қалғанда күшті. Сабира мен Дәке күшті заттар алып кетті. Мен бургерім мяу-мяу деп сүмірейіп тұр ғой, жалғыз сөзі. Ішінде дым жоқ. До конца сеніп жатырмын, білмеймін бургерім. Мүмкін классический бургер керек. Міне, әпше, өлтіріп қояды ғой. Ореке жақсы әйел таңдапсыз. Әдемі. Мына жақта бізде Разия уже нанға соусын жағып дайындап бастапты. Егер піскен болса, қазір medium well-дан асып бара жатырық сәл, иә? Енді бастысы бұл жерде күйдіріп алмау ғой, иә? Иә, құрметті қатысушылар, күйдіріп алмаңыздар. Күшті табиғат аясында негізі кез келген тамақ өте дәмді болады. Сондықтан Олма бізде басқа ингредиент жоқ, нанға жағылады, нанға салынады, наунақа. О, бізде Разия сырын қосып, осылай балқытып жатыр бірден. Ол ерекше подход деп ойлаймын. Өйткені сырды потом қосқанда ыстық болмай қалуы мүмкін, иә? Қазір ана сырды былай аударған кезде жабысып қалады ғой, иә? Аудармайды. Аударуға болмайды дейді, Разия? Аудармайды. Болды, тамаша. Жаңа көмектесіп жатқанмын ғой сен. Сол шана көбірек жағу керекпіз негізі. Сәбеке, сіздерде қалай жағдай? Бізде дайын болды. Дайын болды. Подожди, сыр еще есть. Сыр салыңыздар дейді. Болды, Дәке, сыр ұмытпаймыз. Сендер айтқан жоқсыңдар, айтыңдаршы ешкім жеңгенін. Жоқ, қараңғы болып кеткені қазір ше, ана часовой поезд деген бәле болды ше, неге ше, дұрыс емес деп ойлаймын соны ше. Кәдімгідей мешать етеді ғой, 4:30-дарда уже үйге қайтқың келіп тұрады ше. 4:30-дарда андай бір шаруалардың бәрі андай үлгермей суматоха болып кетеді, қаланың іші бар ғой. Біздің аспазшы сарапшымыз Олжас мырза әр отбасы жасаған бургердің дәмін татып көрді. Сарапшыға қай бургер ерекше екенін анықтап, аңсағанға әр бургердің ерекшелігін айтқан болатын. Ал нәтижесін аңсаған кейін айтатын болады. Бәріне сәлем, құрметті біздің қатысушылар, блогерлер, отбасылар. Осы шығарылымның аяқталуымен құттықтаймыз барлығыңызды. Бір күштілеп тұрып шапалақ қойыңыздар. Себебі осы шығарылым нағыз ауылдың, нағыз осы сайыстың ең қызық сайыстар болған сияқты менің ойымша. Өйткені сиыр сауу деген ауылға келген кезде не істейсің дейсің, сиыр сауу керек дейтін банальный ой келеді ғой. Соны жасаған өздеріңіз жарысқан, және екіншісінде бургер жасау дейтін, ол да негізі өте күшті тапсырма деп ойлаймын. Өйткені сіздер үшеуіңіз жасаған, мен үшеуінің де бургерін жеп көрдім, өте дәмді шыққан. Қазір оны айтамыз. Енді бүгін жиналып отқан себебіміз осы екі сайыстың жеңімпазын анықтап, кім ұтты, кім ұтылды. Сабира, мен шешпеймін бұл жерде. Егер мен қолымда билік болған кезде, сендер баяғыда жоқ едіңдер ғой. Қолымда билік болған кезде. Бұл жерде Дәке ұтып тұратын еді, десе? Иә, ол кезде Дәке ұтып тұратын еді, мен астында бір мэрс бар еді деген сияқты. Дискриминация ғой, в общем, дискриминация. Сол үшін маған билік бермей тұр ғой. Қыз балаларға деген
сондай бұл кісінің қатасы деп сөйтіп. жоқ мен дым деген жоқпын, өзі сондай екен деп лақтырып кетсең. Может біреу зикір беретін еді маған деген сияқты ғой. Ол көп. Мысалы сіздердің ана военный танкіңізді алатын едім. Оның бәрі мүмкін емес, өйткені мен ештеңе шешпеймін. Мен тек қана құлағыма сыбырлаған нәрсені сіздерге айтамын да, сосын сіздер мені жек көріп кетесіздер. Сен тазадың деген сияқты ғой, короче. Сөйтіп ең бірінші сайыс сиыр сауу деген, сіздер өздеріңіздің сиырларыңызбен келдіңіздер. Алдыңғыдай әңгіме болмасын деп. Сол сиырлар құлап келді. Тұрсай. Әр отбасы өз сиыр алып келді деп ойлаймын, иә? Мен бір сұрақ бар, ол екен неғып ана сиырды алып келдіңіз? Жақсы. Нормально ғой? Нормально. Мен ойладым, мен ана дәу сиыр бар еді, алып келмей сені теуіп жіберемін. Әне, мыжып өтеді деп ойладым. Это так забота, дәке сіздің забота. Тамаша. Жан. Келесі жолы ойыншық сиыр алып келіңіз. Жоқ, негізі оны білмейді екен да, томпақ қандай не бар ғой? Желіні. Содан көп сүт шыға ма? Или кішкентайынан көп шыға ма? Ол әртүрлі сияқты. Не қатысы бар? Енді сүт сиырға байланысты ғой ол. Ол арық. Ол ана желіне қатысы жоқ па? Желіне қатысы бар ма жоқ па? Желіне қатты жұмсағына қатысты. Жоқ, мен андай ешқандай қарсылығым жоқ, просто әшейін қызық ретінде атақ ұтылғанын мойындаймын. Давайте. Иә, ұтылғанын мойындасаң, дәке, ол сайыста бізде 2-ші орын алды, иә? Сабиркин 3-ші орын алды. Және алдыңғы шығарындыларда бізде жеңіліске жеткен осы жол суырылып алға Разия 1-ші орын алды сиыр сауда. Құрметті Есентайдың мамасы, егер осы шығарымды көріп отырсаңыз, онда сіздің келініңіз 1-ші орын алды сиыр саудан. Тамаша. Сиыр сау, жүн тұту, сенің мойныңда. Мен бірақ көрдім арасында ше Разия ше бір жерлерінен бейт сүтті қалтасын салып құйып атқан көрдім. Үйден алып келген көрдім. Иә, мен де байқадым. Светі басқаша болып тұрды сүттің ше. Қолында бар ғой, қолы жең ұзын болды ғой. Сосын нечесі болғанда Разияның сиырының желіні 6 болды. Ана 6 бүйтіп қосып сауат дейді шеканшы. Общий үштен зүк шығады ғой. Мен бірінші. Алғашқы жеңісің, иә? Қойш. Тамаша ғой, блогерлік алғашқы жеңісі. Осыған дейін. Иә, еще сиыр саудан. Негізі өте күшті естіледі. Сосын бізде бір сиырымыздың ерекшелігі, екеуі сүт, екеуі айран береді. Қайсы? Ең шетінде тұрды ғой деймін. Қымызы? Кешірім сұраймын. Отбасымыз атына кешірім сұраймыз, болып тұрады. Ол жылқы береді, бие береді, ұмытып кетті ағам. Кешірім сұраймын. Болады ағам, нормально. Қабылданды, мүйіз бір қой. О, шутка ғамы. Тамаша. Енді, Разия? Жоқ, мен басына 15 секунд бейт тартып атырмын ғой ше. Сөйтсем, ана резинка сияқты бейт созып атыр екен, просто мен сауып атқан жоқпын. Оказывается, олай сырғанау керек екен ғой ше. Мен төмен қарап тартып бір кез сиыр ай деді, сол кезде түсіндім мен дұрыс емес екенін ше. Бәсе бір сиыр қабағы түйіліп тұрды ғой. Бүйтіп тұрды ғой бір сиыр. Сосын айтты, қолың суласа деді. Деп сосын сулап бүйтіп күшті болды. Үшінші орын. Сабирадан алды. Қалай андай. Рахмет Разия деп өзім жолдым. Мен дайын болдым. Сабиркин. Вообще олай дәкілең алатын едім, например. Кәдімгі андай. Бүйтіп барып па, тамаша. Разия бір қой құтты болсын. Сол күні бәріміз білеміз, сол күні біз бургер жасаудан жарыстық. Казбифтің еті мен котлетасын алып келіп, сосын әр отбасы өздерінің ингредиенттерін алып келді. Біреулер соустарды былай да былай қосты, біреулер бірдеңе қосып атты, әйтеуір. Білмеймін, әйтеуір бургер дегенге бір күн үстіне қойып аттында күштілеп анау сырды ыстып атты. Мен ыстып аттым. Ол бургер негізі таза махаббатпен жасалған бургер деп ойлаймын, өйткені бәрі тырысып атты да, сүзде деген сияқты. Сондықтан сол шығарылымның жеңімпазын мен біліп отырмын осы жерде. Мен 3 бургердің де дәмін таттым. Бір-бір тістедім. Сосын біздің профессионалды шеф-повар Нұржан Мырзадан барлығын құлағыма ұйып тыңдадым да, сәл өзім өзгерттім десең. Сендерге басқаша жеткіземін десең. Бірінші андай қып істеші. Андай характеристика беріп айтшы. Характеристика. Ол саған по-любому айтты ғой характеристика. Сен қазір бірінші орында айтасың ба? Болды, мен характеристика бойынша айтамын. Қойшы қызық емес. Жоқ, характеристика бір интригующий болсын. Жоқ, характеристика. Қазір үшеуін де мақтап айтамын. Ең бірінші Сабиркиннің бургерін Сабиркин бургерін жеді. Өте жұмсақ деп айтты. Өте жұмсақ, андай сочетание вкусов жақсы. Артық емес, ой, нау деген сияқты артық емес деді. Сосын Разияныкін жеп көрді. Ол жерде Разиялар бір соус қосқан. Қандай соус?
білмеймін, бір соус қосқан. Сол соустың дәмі өте жақсы. Аты бір соус. Сол соустың дәмі өте жақсы шығып тұр деді. Сол соустың дәмі білмеймін қандай соус екенін, бірақ өте жақсы шықты деді. Оны шығанынан көріп аласыздар сіздер ертең. Сосын дәкелердің бургерін жеген кезде дәкелер де бір соус қосқан, басқаша соус қосқан, иә? Бір соус. Ең ерекше соус дәкелердікі деп айтты. Ең ерекше соус дәкелердікі. Сөйтіп осы 3 отбасында үшеуінде мақтады. Ал енді орындарға келетін болсақ. Ойбай, мен шын бүйтіп уайналап мен біраз болды шынымен жаңа бір. Менің кәсібіме ешқандай ақша түскен жоқ, значит ешкім ұтқан жоқ. Екінші орыннан бастайын. Иә? Қызық болатын. Бұл жерде екінші орын ол бұл шығарылымда ұтылған жоқ. Екінші орын алған. Может, наоборот, үшінші орыннан бастайсыз? Жоқ, екі қызық қой, бір мен шығады да. Сол кезде ол ортада тұрады да, сосын ана екеуі мен ба бір, ең ба бір деген сияқты ғой. Екінші орын алған, ол бұл шығарылымда ұтылған жоқ. Ол бұл шығарылымда жаңа ғана бір қой алып кеткен Разия екінші орын алды. Мына жер вайна басталды. Вайна басталды. Еркек шыдамың жеңімпаз кім екені қызық. Мен ұтылдым онда. Өте әдемі айттың ғой, иә? Өйткені Разия өздері айтты, біз стандартный әдемі бургер саттық деп. Жоқ, қана бар ғой. Кәдімгі екеуің отырыңдар болсып. Менің бургерім күшті. Сіз реально за кадр қырылып қалдық кәдімгі. Разияның бургерін айтты. Бұл самый вот осы бургер деп осы бургер жей беруге болады деді да. Мысалы үшін артық ештеңе жоқ, кем ештеңе де жоқ. Бүйтіп алып жей беруге болады деген сияқты. Күшті мақтады. Шеф ағай, рахмет, что оценили біздің. Дальше! Поспешайте! Ал енді бұл жерде бірінші орын және үшінші орынның егерлері кімдер? Кешінші орын алсам мен қатты күлем. Қатты күлесің ба? Мен алсам, достар ше, ана екеу қатты күледі шын айтамын. Өйткені мен коридорда жаман мақтанып отырдым. Екеу адамгершілікпен келіп сұрады, мен ше, дәке кім ұтты деп ойлайсың? Мен, ана кәдімгі такап барлады, мен. Қойшы деп, мен, айтып тұрмын, мен нереально істегем деп, андай не істедім. Енді жаңа ма? Иә, қырылықтаған ғой. Сөздер Разия үндемей отқан. Тек Сабиркин екенбіз. Бірақ Сабиркин мен мойындады, сен жақсы шығар деп ше. Мен ойладым, дәкем сен бірінші орын алатын шығарсың деп. Дәкенің өзі қатты сеніп тұр. Жоқ, дәкенің өзі қатты сеніп, мойындатты сама сіздерге. Ұтылып қалдыңдар ма солай? Разия екінші орын құтты болсын. Рахмет. Осы қатты қуаныштымын. шығарылымда бір қоймен кетіп бара жатсыздар ғой. Иә, шүкір. Плюс бір қоймен кетіп бара жатсыздар. Енді -1-мен кім болса екен? -1 немесе -2 болып тұр ғой, иә? Ал енді бірінші орын және үшінші орынның егерлері. Мен бір алмасам ше білмеймін. Мен білмеймін. Қалай айтатынды. Мен сенімдімін үшінші орын емес екеніне. Біз өте қатты өткен тырыстық. Үшінші орын емес. Либо 2, либо 1. Әрине 1 болса мен қатты қуанып жем. Сабира мен дәке айтады ғой. Біздің бургерді 2 рет істеді. Мен бургерімді 1 рет істеді ғой, сондай жеңілдім ба? Мен артында өйтіп тұрмын ғой. Деп ештеңе айта алмай. Әлі де ешқандай. Қатты интрига боласың. Бондаш, Нұржан мырзаның сөзімен бастайын. Келі балалар оқылық. Ең ерекше болған бургер. Ол дәкелердің бургері. Ерекше ма? Бірінші орын ба? Тазасы. Ерекше деді. Мәсен білем оны өтірік қатты тұздалып кеткен екен. Сондықтан дәкелер үшінші орын. Серьезно ма? Сабиркин бұл шығарылымда бірінші орын алды. Құтты болсын. Ма? Сендер бағана исключительный видео түсірмедің. Сендер түсіру керек едің. Нені? Аяқ жұрттым деген, ма неге ешкім түсірмеді? Мен жеңдім. Ля, братан! Неге түсіп қалды? Ана кадрда дәкенің өте андай сенді. Бірінші орын ғой, бірінші орын өткенмен бейттім мен деген. 1 жыл Саламброда жұмыс істеген ғой. Мен оны айттым, болды ғой, көрсетіп отыр ғой. Тұзы көп, бір нәрсесі көп емес, идеально шыққан ғой, братан. Идеально. Айтып тұрмын, аналардың бір тістеп қойды, мен 2 рет тістедім мен. Аналардың да бургердің дәмін жедім, бірақ кімдікердікі ғана жедім, Разиялардікі ғана жедім, Сабиркиндер таусылып қалды деді. Қатты не болған жоқ. Кәм бургер болып шықты. Айтып тұрмын, біз өйткені етті күшті жарит еттік қой біз.
Осын сыр болды айтпақшы, плавленый сыр. Осын аналар көбісі котлеттің үстіне қойып берді топ. А мен сырды күйдірдім ғой. Мен отынға өйтіп ұстап тұрдым сырды. Ал ана жерде отынның дәмі қалады ғой. Ми кетіп қалған, короче. Жоқ, мен айта салғанмын ғой, негізі напонт алып ше. Сосын ойладым, шеф-повар сеніп қалып, мына бургер қатты күшті екен деп айтады деп ойладым. Со, шеф-повар маған айтады ғой, шынымен істеген ба дейді ғой. Шынымен істеген ба дейді. Мен білмеймін деймін ғой. Сөйтіп пересоленный болып шықты деді да. Ну андай күшті қылам деп, артық қылам деп тартып қалып жібердім. Ол шеф-повардың өзінің вкусы дұрыс емес. Өзі ауыз қуысының вкусы дұрыс емес. Дәке жоқ болса аяқтамай. Кім? Кесін докажу обратно. Мен бар ғой, уже дайын болып отырдым 3-ші орынға, представляете? Ерекше деген кезде мен ойладым, ерекше. Жоқ, мен өте күшті жеткіздім ғой информацияны. Нереально. Маған шапалақ ұрмайсыңдар ма? Молодец. Мен Дәкенің бар ғой, бургерінің дәмін көрмедім, но он так описал его, что я думала, масқара вкусный шығар, ондай өте қатты сенімді описывать еткенге, и мен уже беріп тастадым победаны ше. Басынан көрейікші, басынан. Мен Сабиркиннің бургерін жеп көрдім, Дәкенікін де жеп көрдім. Білініп қалды. Қош, біз сәл пересоленный болды ма? Біз не артық қосып жібердік. Ол пересоленный тұздан ғана емес, мүмкін ол бір соус қосыңдар ғой, и сол арталық ететін жерді тілді бірден. Ну ладно, Нұржан мырза, мы с вами еще встретимся. Сонымен Сабиркин плюс 1 қой, Дәке минус 1 қой. 0 мен қойым. Бүгінге Сабиркин 0 қоймен қайтып кетті. Қойымызды бермейміз. Сонда Дәке жалпы бүгінгі шығарылымның нәтижесі бойынша минус 1 қоймен кетті. Аллашы, 0-0 болып қайтты ма? Сабиркин 0-0 болып қайтты. Разия плюс 1 болып қайтты, сен минус 1 болып қайтты. Нормально. Болып тұрады. Аса бір айырмашылық, қатты бір кетіп қалған ешкім жоқ. Чтобы сделать 2 шага вперед, нужно сделать 1 шаг назад. О, тамаша. Молодец. Бұл келесі жолында тағы бір ұтыласың ба? Ал құрметті отбасылар, енді біз қойларымызды бір санап шығайын, мен айтып шығайын. Бізде Дәкенің отбасында 29 қой, Разияның отбасында 30 қой, және Сабиркиннің отбасында 31 қой. 31? Қалай көйіп кеткесің бе? Және Разия мен Сабиркиннің отбасында бір қойдың сойылуына байланысты Дәкеде 29, Разияда 29, және Сабиркинде 30 қой. Айтпақшы, Разияларда бір қой төлдеді, онда 30 қой, Сабиркинде 30 қой, ал Дәкеде 29 қой. Зато бізде 2 сиыр. Болды, тамаша. Енді ары қарай бәсекелестік жалғасады деп ойлаймыз. Өйткені біз блогерлер арасында өзара келіскен болатын, өздері бірінші орын алған, бәрібір аямай 3-ші орыннан аламыз деген. Сондықтан бұл жерде 2-ші орынның алуы да маңызды екенін біліп отырсыздар. Келесі сайыстарда тек қана сәттілік сіздерге. Ал құрметті көрермендер, сіздер қай отбасыға жанкүйерсіздер, міндетті түрде төменге жазып кетіңіздер. Сосын егер де сіздерде күшті бір идеялар болса, міне осы жарыстан жарыссыншы осы біздің блогерлер десе, онда төменге жазып кетіңіздер. Біз міндетті түрде егер қызық болса қарастырамыз. Аман сау болыңыздар. Бұл Құнар Плюс жобасы. Үйлеріңізге айтыңыздар, осындай күшті жоба бар екен деп. Өйткені біздің жобада тек қана күшті адамдар. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Қалған 29 қойдың бәрі қалды. Мен настроением түсіп кетті. Ең басты фишканы айтайын, бұл қорадағы ең басты фишка Орекең жалғыз өзі сағып отыр. Көңіл күйім өте қатты түсіп тұр. Конкретно 2 қой қойып тастасын. Бір қойда қойып тастасын конкретно.